Мен және де сиқырлы шәйнек. Шапоге жүрсей, шай ішеміз. Мен ойын ойнап жатыр, маған мешет етпеш. О, шешең. Сонда не, сен қазақ емессің ба не? Не дедің? Сен менің қазақ екенінде сомнением болмасын. Настоящий қазақтар чай ішеді. Чай ішпесе бас ауырады, білесің ба? Солай ма? Жарайды онда, жүр. Тоқта, мына шәйнекте білесің ба не деп жазылып тұрған? Мені оқалаңдар дейді. О, еріккен сарт енегін оқалайды демекші. Мынаны да оқалау керек па тағы? Тоқтас, немен дейді? Оқала дейді. Ой, мен мына шәйнектің ішінде болғаныма 1000 жыл болды. Сендер ма мені босатқан? Ебайт наху, сен кімсің тағы? Тоқта, Шапок. Сен біздің енді 3 тілегімізді орындайсың ба? Нихуя себе, арманда кеттіңдер оны. 3 емес, 1. Бля, бірақ тілек дейді. Шапок, не істейміз? Давай екеміз сулифа ойнайық. Давай, сулифа. Мен жеңіп кеттім оны. Так, мен қояйын тілегімді. Тоқта, 3-ке дейін давай. Ну, жарайды, ағам болғаннан соң ғана. Сулифа. В общем, менің тілегім... Ал шатлақтың қандай тілек айтқанын келесі бөлімде көре аласыздар. Ұнады деген ойдамын, және де YouTube каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Кеттік.